Қазақстанға келгенде қандай әсерде болдыңыз? Қазақтармен әңгіме өте тез, қарым-қатынас өте тез болған сосын олар өте мейірімді, олар жүректер ашық. Қазақстан сізге несімен ұнады? Енді альхамдулилля Қазақстан үшін. Ал орыс тілінде сөйлейсіз бе? Жоқ, екі үш сөз. Спасибо, я не знаю русский язык болды. Қазақстанда қаласыз ба? Әлде уақытша? Қазақстан өте жақсы мемлекет, мүмкіндіктермен мемлекет. Ал Франциямен салыстырғанда мысалы? Сол мен таң қалдым, қалай әдемі сәлдестерлі мәдениеттер қалай әдемі болған. Сол сөз бар қазақ тілінде, жаман ол жоқ, тек жаман адамдар бар. Ал жалпы қазақ тілі сіз үшін қиын болды ма? Сол мен қатты ойлауым керек болған. Мынау сөз болмайды, яғни мен соңында жона қосуым керек. Абдуллах, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Танысқаныма өте қуаныштымын. Өте қуаныштымын. Сіз Франциядан Қазақстанға көшіп келдіңіз, иә? 2022 жылы, қателеспесем. Неге Қазақстанды таңдадыңыз? Енді Францияда болған кезімде мен джудомен айналыстым. Сол спортшы болады, Ердос Сметов деген Тараздан. Оны бейнелер әдісі көрдім YouTube'да. Бірақ сосын өзім сұрадым, мынау адам қай жақтан, қалай танысуға болады, қалай сөйлесе аламын. Мен Инстаграмда іздедім, интернетте іздедім. Ол таптым, ол Қазақстандан деген. Оны Инстаграм көрдім, бірақ бүкіл ақпараттар, пост қазақ тілінде болған. Сол үшін өзімге ойладым, онымен ағылшынша сөйлесу болмайды, әңгіме болмайды, мен қазақша мүмкін оқуым керек. Ақырындап сол YouTube'да іздедім. Сабақтар болады негізінде, бірақ болмаған. Қазақ үшін аз, бірақ өте аз. 2-3, бірақ не таптым, кинолар таптым. Ұлы дала, Зары, Томирис, Монбала, тағы кейбір кинолар болады. Субтитрмен, ағылшынша деген субтитрмен болады. Сол мен таң қалдым, қалай әдемі сәлдестерлі мәдениеттер қалай әдемі болған. Киімдер, спорт, яғни садақа туу, атқа міну, көкпар болады. Сол қызығушылық үлкен болған. Өзіме айттым, қазақша оқуым керек, сөйлесуім керек сол адамдармен солай. Сонда Қазақстанда достарыңыз болды ма? Болмаған. Сол жағдайдан кейін, яғни мен қазақтар үшін іздедім ғаламторда. Сол қалай танысуға болады, кейбір қолданбалар болады. Мысалы, мен ағылшынша білемін, басқа адам қазақша біледі, біз бір-бірге үйретуге болады ғой. Солай басында болған. Кейбір бауырлармен кездестірдім. Қорғалжындан, ең біріншісі бауырым Қорғалжындан болған. Тараздан таныстар бар. Қазір енді бүкіл қалалардан болады. Бірақ солай басында болған. Басында Қазақстанға келгенде қандай әсерде болдыңыз? Болмағанмын. Маған бұрын саяхаттау қызықсыз болған, шын айтсам. Түркияда болғанмын, себебі енді тоқтау болады. Франциядан бірінші Түркияға, содан кейін Түркиядан Қазақстанға. Бірақ менің бірінші ойым, мен Түркияға көшіп кеткім келді. Истанбулда болғанмын, бірақ ұнамады. Адамдар көп, көліктер. Сон ковиддан кейін жағдай кішкене қиын болған. Истанбулда, Түркияда негізінде, бірақ әсіресе Истанбулда. Сон көңілім кішкене қалды. Яғни өзімге айттым, Истанбулда солай болса, Қазақстан қалай болады деп. Бірақ енді Аллаға шүкір Алматыға бардым. Енді жағдай көрдім, тексердім, өте мықты. Өте жақсы. Ұнады, иә? Иә. Неге Алматыда қалмадыңыз? Сонда сұрақ болды. Мен бірінші рет қай жыл? 2022 жыл келдім. Маусымда келдім. Бірақ жағдай тыныш болған. Жақсы болған. Сон қайтып келгенде, сол жыл 2022 жылда қайтып келдім. Бірақ Қазанда орыстармен бірге. Көп орыстар келді. Бүкіл бағыстар күтірді ғой. Жағдай кішкене қиындықтар болғаны. Сол жағдаймен келдім. Сол үшін Алматыда өте көп Адамдар көп болды. Адамдар өте көп, жағдай кішкене
қымбатырақ өмір қымбатырақ кетті. Иә, пәтерлер жалға алуға қиын болды. Иә, сол үшін 2 ай қалдым Алматыда, сосын мен Астанаға күшіп кеттім. Сосын енді Астанада көбісі бауыларым болады, Астанада бауыларым болады. Ал ауа райы ше? Ауа райы енді соңғы қыстан қарағанда ыстықырақ, бірақ суық болады, суық. Бірақ қиын емес, маған қиын емес. Ал Франциямен салыстырғанда мысалы? Айырмашылық үлкен. Ең төмен Францияда мүмкін -10 болады, ең төмен. Ең төмен. Ең төмен. Бүгін бізде 35 минус. Желмен -40 болатын шығар. Иә. Сіз осы Астанада қазір шет тілдерінен сабақ өткізесіз, иә? Ал жалпы қазақ тілі сіз үшін қиын болды ма? Қай адам болады? Құрылым қиын болған. Себебі, мысалы француз тілінде біз бірінші мен, сен деген сөздер болады, сосын етістіктер, сосын басқа сөздер болды. Ал қазақша соңында етістік болады ғой. Сосын қазақ тілінде жұрнақтар бар. Ға, ге, ка, ке, дан дейін. Ал бізге сөздер болады ғой, сөздер. Сол мен қатты ойлауым керек болған. Мынау сөз болмайды, яғни мен соңында жұрнақ қосуым керек деген. Сол қиындықтар болған, бірақ негізі қазақша енді бүкіл шет тілдері дұрыс әдіспен оңай болады. Жалпы сіз қазақ тілінде 1 жылдың ішінде, иә? Енді 4 ай ішінде сөйлесу болған. Яғни сөйлесе алдым, түсіне алдым, жақсы. Жоғары деңгейге айта аламын 7-8 ай. Жалпы ол негізінде өте жақсы, өйткені бізде адамдар көбінесе сөйлей алмайды ғой қазақша. Ал сіз Франциядан келіп, біздің тілімізді жаттап деген сияқты, ол өте жақсы нәрсе деп айтуға болады, иә? Жалпы Қазақстан сізге несімен ұнады? Ең бірінші сол айтқым келеді. Әрқайда әдемі жерлер болады, қызық, әдемді тағамдар болады. Бірақ халық басқа, яғни әдемі жолға басқа болады. Қонақжай, олар мінезі. Мысалы, мен джудомен айналысамын ғой. Джудоның мемлекеті ол жапон ғой. Бірақ мен жапон тілі оқуды тырыстым, бірақ берілдім. Неге? Себебі халық ол кішкене суық, кішкене жабық болады, сол жағдай болған. Ал қазақтармен әңгіме өте тез, қарым-қатынас өте тез болған сосын олар өте мейірімді, олар жүректер ашық, олар мінезі ақылды адамдармен таныстым, кездестірдім. Сол жағдай болған сосын сол жағдай арқылы менің уәждемем кетпейді. Әрқашан уәждеме келді маған. Ал мен бауырым үшін сөйлесуім керек, қазақ тілінде сөйлесуім керек, қазақша оқуым керек, жаттауым керек. Мен саяхаттаймын, яғни міндетті түрде сол сөздік көріп, мынандай оқуым керек, солай жағдай болған. Франциямен салыстырғанда адамдар әртүрлі, иә? Әртүрлі. Менталитеті әрине басқа. Сосын байланысты, мысалы, түріктер, арабтар қазақтармен жақын, олар мінезі жақын. Ал француздықтар басқа. Қарым-қатынас, мысалы, мен француздықтармен қарым-қатынас кішкене қиындықтар болады ғой. Кейбір қиындықтар болады. Жақсы нәрселер бар, олар мінезі бойынша жақсы нәрселер бар. Кейбір маған жақын болмаймын, кейбір мінездер олармен жақын болмаймын. Сол сөз бар қазақ тілінде. Жаман ол жоқ, тек жаман адамдар бар. Сосын менің ойымша саяхаттауым өте маңызды, себебі біздің мінезіміз ашады ғой. Әртүрлі адамдармен кездесеміз, көп нәрселер адамдардан енді оқи аламыз. Барлығынан. Яғни ол солай ойлаймын енді. Ал орыс тілінде сөйлейсіз бе? Жоқ, сөйлесем. Екі-үш сөз. Спасибо, я не знаю русский язык болды. Тек қазақ тілінде сөйлейсіз, е, біздің Қазақстанымызда? Дұрыс. Енді менің ойым қалай болған? Қазақстанға барым, қазақша оқуым керек деп. Соны кейбір маған айтты,
қиындықтар болады, Абдулла, кейбір адамдар орыс тілінде сөйлеседі деп айтты. Мен сол айттым, аздап болады, көбісі қазақ тілінде деп. Бірақ енді олай емес. Әсіресе үлкен қалаларда, яғни Алматыда, Астанада олай болмайды. Қиындықтар болған, қарапайым өмір үшін, мысалы, мен автоматқа барсам, орыс тілінде бәрін жазады ғой, соны мен тіл қайда өзгертуім керек, қалай өзгерте аламын деп. Сонға барсам, барлығы орыс тілінде сөйлеседі менімен. Сол қиындықтар болған өмір бойынша. Сол сөз тағы бар, енді орысша білуге енді дұрыс қой. Бірақ бірінші өзім тілім оқуым керек, білуім керек. Мысалы, мен Францияда туған жерім, ұлтым арабша білмегенмін. Ал қазір енді оқыдым, соны оқып жатырмын арабша. Сол. Жалпы неше тілде сөйлейсіз? Сол ең жақсы, ең төмен деңгейі. Біріншісі французша, әрине, ағылшынша, қазақша, арабша, сосын испанша. Жалпы 5 тілде сөйлей аласыз деген сөз, иә? Жақсы. Қазақстанда қаласыз ба? Әлде уақытша осында? Қаламын. Торайын деп едім. Қазақстан өте жақсы мемлекет, мүмкіндіктермен мемлекет. Көп қазақтар, көп адамдар енді сол байқамайды. Бірақ саяхаттасамыз, басқа жағдайлар тексереміз, енді альхамдулилля Қазақстан үшін сол айтайын деп. Мүмкіндіктер бар, халық жақсы, бәрін нәрселер дамытып жатыр. Астанада көре аламыз. Мәселелер бар, әрине мәселелер. Әр қайда мәселелер болады енді. Бірақ менің ойымша Қазақстан дұрыс жолға барып жатыр. Біздікілер, мысалы, айтады, Америкаға барғым келеді, Америкада оқимын деген сияқты, Европаға барам деп. Бірақ, дұрыс айтасыз, негізінде бізде бәрі бар ғой. Дұрыс. Бәрі бар. Сол жаман емес Америкаға бару, Европаға бару, бірақ мақсат керек. Кейбір бауырлармен сөйлестім, Тараздан бауырлар. Олар маған айтты, мен Парижге баруым келеді. Мен сұрадым, неге баруым келеді? Ол айтты, Париж маған қызық, турист деген нәрсе жасам келеді болды. Мен айттым, ол дұрыс емес. Сен ақшаң кетеді, 750 мың теңге мүмкін көбірек кетеді, бірақ қандай пайда болады? Мысалы, Америкаға барсамыз, Европаға барсамыз, тіл үйренуге ол өте жақсы, пайда жақсы болады. Кәсіптер, Америкада кейбір нәрселер болады, Қазақстанға жаңа. 100% хит болады ғой Қазақстанда. Сол кәсіптерге келе аламыз, қазақтарға, бізге пайдалы болады ғой. Бірақ мақсатсыз саяхаттау мен қарсымын. Әр қайда енді, тек Европаға, Америкаға емес, әр қайда енді. Мақсатсыз дұрыс емес. Ал қазақ қызына ғашық болсаңыз, оны Францияға апарасыз ба, әлде осында Қазақстанда қаласыз ба? Жоқ, Қазақстанда қаламын. Негізінде Европада қазір жағдай өмір сүру бойынша кішкене қиын болады. Соғыс бар, инфляция деген сол бәрін нәрселер қымбатырақ болып жатыр. Жоқ, менің ойымша сол айттым, Қазақстанда әдемі болашақ бар. Маған Қазақстан ұнады, сосын иншалла қаламын. Мүмкін болашақта білмейміз қалай болады. Мүмкін басқа мемлекетке барамын. Қазір менің ойым Қазақстанда. Менің жүрегім Қазақстанда. Жақсы. Достарыңыз көп пе бүгінде? Таныстар көп. Бауырларым аз. 3 бауырлар, 4 бауырлар жетеді. Сол оқыдым. Сон кейде ауыр жолмен оқыдым. Барлығымен араластыру болмайды. Енді мықты бауырлар табуымыз керек, жақсы адамдар табуымыз керек, бір-бірге көмектесуіміз керек, пайдалы болуымыз керек. Мен ең жақын бауырларым Тараздан, Сарыағаштан, көбісі оңтүстіктен, батыстан бауырларым.
оларға онша үйретемін, олар маған басқа нәрсе үйретеді. Сол қарым-қатынас әдемі. Пайдалы болуымыз керек бір-бірге. Негізінде Таразда болдыңыз, е? Болмадым. Әлі болмадыңыз ба? Бірақ Астанада сол нәрсе ұнады. Бүкіл жерлерден қазақтар болады. Оңтүстік, шығыс, батыс, ортақ. Астанада бәр жақтан бар ғой. Бәрі. Бүкіл қалалармен таныса аламыз Астанада. Қай қалаға барасыз болашақта? Қандай жоспарыңыз бар? Шымкентке, Таразға, батысқа міндетті түрде баруым керек. Батысқа көп оқушыларым сұрады. Келші деп айтады. Келші деп айтады. Ақтауға, Торғайға. Жоқ, Қазақстанда, Қазақстан үлкен мемлекет қой. Европаның қарағанда ішінде не бар? Германия, саламыз, Франция, Испания өте үлкен мемлекет. Сол нәрсе дамытаса, пойыз Қазақстан мынандай мықты мемлекет болады. Саяхаттау бойынша, турист бойынша. Пойыз тезірек болса. Мысалы, Францияда 1000 километр 4 сағат кетеді. А Қазақстанда бір күн. 24 сағат қой енді. 24 сағат болады. Сол, пойыз дамытаса өте мықты болады Қазақстанда. Бірақ Таразға, Шымкент, Батысқа, Семейге, Өскемен, Швейцария деген Қазақстанда ғой? Солай айтады ғой, Шығыс Қазақстан ол кішкентай Швейцария деп айтады. Мен енді дұрыс Швейцарияда болғанмын. Енді айтпақшы. Швейцарияда болғанмын. Суреттер көрдім. Енді Швейцария сияқты. Ұқсайды. Атты ұқсайды. Қандай мемлекеттерге болашақта Қырғызстанға, Өзбекстанға, ол орталық Азия негізінде көп адамдар білмейді ғой, бірақ өте көзі әдемі жер. Біздің кішкентай құпиямыз енді Малайзияға, сол мемлекеттер қазір ойымда. Қазақтың еті сізге қалай? Ұнайды ма? Дәмді. Бірақ өйде пісіретін еттер. Мейрамханада маған ұнамады. Бөлік кішкене. Үйде пісірсе жақсы. Әдемі. Кейбір балалар мені шақырды. Олар ерде анасы пісіреді ғой. Мүлдем басқаша. Дәм. Өте әдемі болады. Өзіңіз пісіруге дайынсыз ба? Жоқ. Неге? Менде ба? Пісіре аламын ба? Пісіре аласыз ба? Паста болды. Су паста болды, солай пісіре аламын. Жоқ, бір күн мен такос донер деген, бірақ Франциядан. Енді такос Франциядан мен солай ойлап жатырмын. Хит болады Қазақстанда. Немесе нанхана. Круассан, пан о шоколад деген. Круассан бар ғой, бірақ шоколадпен ішінде багет. Білесіз бе? Багет. Жоқ, негізінде араб тағамдары. Өте қызық болады болашақта. Жобам. Бір әдемі кафені ашуға болады, Болатын шығар. Болады. Ал ата-аналарыңыз қай жерде? Францияда көбісі. Францияда, Бельгияда, Алжирде бар. Өзім ұлтым араб. Әжем атам, олар Алжирде туылды. Францияға көшіп кетті. Ал ең үлкен ата-бабалар, енді олар Ирактан. Жалпы немен айналысқанды ұнатасыз? Ақша үшін емес, жай қызығушылық үшін. Бұрын шет тілдері, әрине шет тілдері. Қазір кіріс тілі оқып жатырмын. Себебі енді испанша оқыдым, бірақ өте тез оқыдым. Себебі французша білесеңіз, ағылшынша білесеңіз, испанша сізге жеңіл болады ғой. Бір апта ішінде сөйлесе аласыз. Мен сол көрсетейін деп едім адамдарға. Мүлдем басқа тіл оқысам, дұрыс әдіспен тез оқуға болады. Сол кірісті қазір оқып жатырмын. Тағы спорт маған ұнады. Мен мақсатым қазір бүкіл ұлттық спортлармен айналысуым керек. Бірінші рет атқа міну Қазақстанда болған. Көкпар болған. Садақ ату,
тағы не бар? Қазақша күреспен айналыстым. Сол қазір менің мақсатым. Садақату атқа минумен деп. Бірақ ол кішкене қиын. Спорт, тағы не? Тағамдар маған ұнады. Қазақстанда жақсы, маған ұнады. Еттер, қымыз, шұбат. Дәм ең мықты емес. Солай айтсам, өтірік айтамын. Бірақ пайда үлкен, өте пайда. Құрт өте пайдалы, еттер өте пайдалы, қымыз өте пайдалы, дене бойынша, денсаулық бойынша тағамдары өте пайдалы. Сосын мен сол байқадым. Кейбір оқиғалы оқимыз батырлар туралы. Олар атқа минумен шабады, мүмкін бір күнге, 2 күнге тоқтамайды. Себебі енді сол тағамдар қанша күш берді оларға. Солай болған. Сіздің оқушыларыңыз көп пе бүгінде? Иә. Бүгін емес. Бүгін тек 4-5. Сабақтарды онлайн өткізесіз, е? 99% онлайн. Ал офлайн, осында бір офис бар ма? Офис жоқ менде. Көбісі онлайн. Сосын енді қазір уақытым жоқ. Шunu айтсам уақытым жоқ, мүлдем. Онлайнда ыңғайлы оқушыларға, маған. Сосын 1% болады офлайн. Бірақ арнайы жағдайлар үшін. Мысалы, кейбір адам емтихан үшін оқиды. Немесе сол адам жеке сабақ міндетті түрде болу керек онымен. Жағдай адам байланысты. Ал қазақтың тойлары сізге ұнайды ма? Болдыңыз ба? Болдым. Көкшетау 700 адамдары болған. Жоқ, қызық, өте қызық. Маған ұнады. Енді кішкене, мен мінезім кішкене жабық айта алмаймын, бірақ интроверт деген. Сол көп адамдар болса маған ұнамады. Бірақ қызық, сосын ойындар болған, сол маған ұнады. Күрес болған, темір көтеру болған, сол маған қызық. Еттер, адамдармен қарым-қатынас болған, сол жоқ, өте жақсы. Сол жоқ, аздап адамдар шақырамыз, ең жақын бабаларымы шақырамын. Мен сол жағдай байқадым. Өкінішке орай біз кредиттер аламыз, той үшін, мынандай үшін. Бірақ сол жағдаймен көп стрессе келеді бізге. Күйеуге, әйелге, әр күнде жұмыс істеуім керек, жұмыс, кредит төлеуім керек, мынандай қарыз бар, мынандай. Сол жағдай, сол қиындық бар. Енді көп адамдар сол қиындық бар. Бір бауырым бар, таксист, Шымкенттен өзі. Ол айтты маған, әр күндерде 10 сағат, 12 сағат үшін жұмыс істеймін. Сенбі күні, жексенбі күні тоқтана алмаймын деп. Пәтер үшін төлеуім керек, той үшін төлеуім керек, мынандай деп. Кредит былай деп. Сол қиындық бар қазір. Иә, бізде әрбір адамда бір кредит бар сияқты. Өкінішке орай. Біз енді басында байқамаймыз, бірақ ақырындап зиян болады ғой. Жалпы айына қанша мың табасыз? Өзім 700 мың теңге, 600 мың теңге табуға болады. Астанада жақсы. Бірақ әйелім болса, балалар болса, үшін мақсаттың байланысты, енді қандай өмір, енді сол ең маңызды, қандай өмір қалаймыз. Егер саяхаттағым келсе, әрқайда, әрқашан сол ақша жетпеді ғой. Өзіміз енді тексеруіміз керек. Қандай өмір қалаймын, сол жағдай дұрыс па, дұрыс емес болатын шығар. Мүмкін қарапайым өмір бізге керек. Енді. Адамдар қымбат көліктер сатып алғысы келеді, мынау пәтер алғысы келеді. Сол өзіміз тексереміз. Бүгінде сіз жалға аласыз, пәтерді? Жалға аласыз. Жалғыз тұрасыз? Жалғыз. Иншалла жақында жалғыз болмаймыз. Жоқ, сол жағдай, анам жоқ,
экем жоқ, қарындастарым 3 жыл бар, өнім бар. Өйде негізінде өте көп шу болады, адамдар сөйлесіп бір-бірге мынандай ақай жалғызым кішкене қиын болып жатыр. Бірақ дағы альхамдулилля бауырларым бар, олар түсіне алады, олар мінезі маған қатты ұнады. Олар түсіне алады мені. Мынау бала жалғыз, оны мен кездесуіміз керек, сөйлесуіміз керек, тексеруіміз керек, бәрін жақсы ма деп. Олар маған көп үйретті мінезі бойынша, адамдармен қарым-қатынас, кәсіптер бойынша. Себебі қазір мен мектеп ашайын деп онлайнда, сол кәсіптер бойынша, мінезі, білім бойынша адамдар көп үйретті маған. Қарым-қатынас арқылы, ақша арқылы табуға қалай болады, жарнама бойынша, маркетинг деген. Оларда білім көп. Соярмышық үлкен ғой. Францияда адамдар оларға қарапайым өмір жетеді. Яғни жұмыс істеу болды, қайтып келді үйге 40 сағат жұмыс істеді аптасына, ең жоғары. Адамдар айтады, қазақтар жалқау, мынандай. Оларға айтамын, Францияға кел. Шын жалқау адамдарды табайсың деп. Жалқау адамдар Францияда ма деп па? Францияда. Бізге не бар? 5 апта демалыс. Бірақ сол демалыс арқылы төледі. 5 апта ішінде 1 миллион теңге береді бізге. Бірақ әрқайда баламын. Таиландқа бара аламын, мынандай мемлекетте бола аламын, сол ақша береді. Жұмыс істеу деген сияқты, бірақ демаламын. 5 апта. Әдемі екен. Әдемі. Сосын жұмыс істесем, 2 жылға, мысалы, жұмыстен шықсам, government ол 2 жылға төлеу керек маған айлық. 700 мың теңге төледі, 800 мың теңге төледі. 2 жылға. Қызық екен. Бізде сондай жоқ. Жатта аламыз. Сіз Францияда кім болып жұмыс істедіңіз? Өзім химиямен бітірдім. Химиямен жұмыс істегенмін. Бірақ енді Францияда мұсылман болсаңыз қиындықтар болады. Франция не ғой? Намазхана мысалы қарапайым нәрселер, намазхана табуға қиын болады, мешіттер аз. Сол үшін өзім кішкене ыңғайсыз болады. Сол үшін мен ойлағанмын, мүмкін мұсылман мемлекеттерге баруым керек, тексеруім керек, мүмкіндіктер болады мынандай. Сол Истанбул деген ой келді маған. Истанбул тексердім, адамдар көп, стресс көп, көліктер, ауа, зиян деп, шу өте көп. Бірақ Қазақстан маған ұнады, Қазақстан. Қонақжай туралы сөйлестік. Қанша ұлттар бар енді? 100 ұлттар бар. Қазақстанда қанша ұлттар бар? Өте көп. Қазақ, өзбек, қырғыз, чечен, американдықтар, Европадан деген немістер, барлығы бар, бірақ бірге тұрамыз. Сол байқадым. Енді жоқ, менің ойымша Қазақстан халық бойынша, өмір сүру бойынша, болашақ бойынша ол Орталық Азияда, Қытай бар, Ресей, жұмыс бойынша, яғни мүмкіндіктер бойынша өте жақсы, ең дұрыс мемлекет деген сияқты. Сіз негізінде дінге жақын адамсыз, иә? Мен түсінше. Намазда оқисыз ба? Альхамдулилля, намазда оқимын. Сол көмектеседі. Қарым-қатынас үшін адамдармен, өмір сүрумен, мінезімен, көңілмен қатты көмектеседі, көп көмектеседі. Біздің ең үлкен мешітте болдыңыз ба Астанада? Сол әдемі, өте әдемі, қатты ұнады. Суреттер көрдім, Медина деген мешіттер бар, Мединада, Меккада. Солай сияқты кішкене жүрсем. Эскалатор бар ғой, үлкен жер. Сосын сол маған ұнады, жұмадан кейін отбасылар тұрады, балалар жүреді, әрқайда мынандай. Саябақ сияқты, бірақ сол маған ұнады, қатты ұнады. Кейде отырамын, тек адамдар көремін, сол демаламын. Өте жақсы. Абдуллах, сұхбатыңызға көптен көп рахмет. Сізге де рахмет.